Кеште Рая менен сөйлесіп отырсам, Рая, ертең 1 март, адамларға қандай сауға бересің? Біздерді жақсы көретұғын қанша адамлар бар. Оларға өз мінедаршылығыңды білдіріп, сауға бермейсің ба? Деді. Мен ойланып қалдым. Қайдем, бұл хақында ойлап көрмеппін. Яқшы, көрерміз дедім да қойдым. Бүгін азанда Раяның кешегі айтқан гәпі ойыма кеп қалды. Мен растында адамларға қандай сауға берсем болады? Санама сұрау бердім. Жауап әркім өзінде барын береді. Демек, менде білім бар. Мен өз білімлерімді берсем болады. Бірақ қандай қылып берсем болады? Және санама сұрау бердім. Санам маған, қазір сенде кітапларың бар ғой. Неге кітапларыңды басқаларменен бөліспейсің? Деді. Дұрыс, оны пұлға сатып жатырман. Бірақ сонда да сауға қылып беруді мақұл көрдім. Өзімнің жаңа өмір құпиясы кітабын 200 штугын адамларға бейпіл ешқандай шартсыз тарқатуды мақұл көрдім. Офисқа келесіз, осы кітапты бейпіл алып кетсеңіз болады. Бүгін кешке шекем осы кітапты офисқа келіп, ешқандай шарт, ешқандай төлем, еш нәрсе шарт емес, осы кітапты сізге ешқандай шартсыз сауғаға беремен. Келің да кітапты алып кетің. Бұл сіздер үшін сауға шын көңілден беріп жатырмын.